Хабардың маған аларынан берері көп болды. Қазақ халқыма танымал болдым, қазақ халқымның сыйын көрдім, қазақ халқының төріне шықтым. Сол 2001 жылда кіргем, сода мінеке Құдайға шүкір 21 жыл хабарда істедім. Бір күні былай қызық болды. Ұят болмасын деген бағдарламаны білесіздер ғой. Сол кезде қызыл бұтқа бар. Сол жерде бір әнші, актер келіп сөйлесіп тұру керек. Сосын ол актер келмей қалған, әнші. Сосын серияға Қанатбек мына сценарий сөздер сөйлесіп ойнап берші деді. Бірақ мен актер екенін ұмытып қалған серияға. Аламдағы. Алло, Семенқұл. Бұл мен Қанатпын. Қандай денсаулық? Өмірге риза болып, маназ айтып жүрсің бе? Образға келіп кетемін ғой. Сөйтіп әңгіме айтсам, серияға Қанат, басқа жаққа бармайсың, басқа телевизияда істемейсің. Бізде біздің көшенің тұрғындар деген бағдарлама бар. Сол жерге кіресің деді. Хабар басқа үлкен телевизиялармен тең болып, өзлерінің бір мақтанышын, өзіміздің еліміздің бір жетістіктерін көрсететін, халық оялатын, халық сүйініп көретін канал болсын.